Өзбекстан Республикасы Навайы облысы Үшқұдық ауданы Жүзқұдық ауылы тарихы. Әркімге туған жері Мысыр шәрі дейді дана халқымыз. Адам баласы кіндік қаны тамған жерін өзінің түпқазығына балайды. Туып өскен топырағыңа деген ыстық сағыныштың жас ұлғая келе күшейіп, бала кезде есте қалған ауыл адамдарының ақжарқын бейнесі санаңның түкпірінде қатталып, жадыңда жаңғырып тұра береді. Ата мекеніміздің тарихын тереңнен білу, елі үшін еңбек етіп тер төккен ерлердің есімін дәріптеу біздің азаматтық парызымыз. Бүгінгі үлкен іс-шараны ұйымдастырған Боздөң ауылдық жиын азаматтары, сыртта жүрген әрбіріміз үшін ата жұртта бас қосып, өткенді еске алып, туған жердің ауасымен тыныстау бір бақыт. Осы отырған әрбіріміздің жүрегімізге жылы сезімді орнататын Боздөң атауының тарихы тереңде жатыр. Ақсақалдардың айтуынша, ертеректе халық Жүзқұдықтан 3,5 километр жердегі тау етегіне бидай еккен көрінеді. Бидай боз топырақ іреңдес болғандықтан, сол жердің тұрғындары тау етегінде бидай өскен алқапты Боздөң деп атап кеткен деседі. Бүгінгі күнде де сол жерді Боздөң деп атайды. 1930 жылдары ауылдарды орталықтандыру мақсатында Тамды ауданына қарасты Боздөң ауыл кеңесі құрылған. Оның қарамағына Қақбатас, Сағымбай, Қоян-Түлей, Жаңаталап, Әйтім, Шалқар ауылдары кіріп, орталығы Жүзқұдық болған. 1956 жылдары Жүзқұдыққа жақын Ыза деген жерде қоныс болған. Судың жетіспеуіне байланысты тұрғындары Жүзқұдыққа қоныс аударған. 1962 жылы Әйтім, Жданов колхозы мен Калинин колхозы біріктірілген. Содан Әйтім халқы Жүзқұдыққа қоныс аударған. 1963 жылы колхоз кеңсесі және мектеп құрылған. Ал 1970 жылдары ауыл орталығында монша, балалар бақшасы, жазғы клуб, тағы басқа құрылыстар бой көтерген. 1973 жылы Боздөң ауыл кеңесі құрамынан Көкаяз ауыл кеңесі ұйымдастырылып, құрамына Қоян-Түлей, Жаңаталап фермалары беріліп, өз алдына Авангард совхозы бой көтеріп, орталығы Көкаяз ауылы болды. Қазіргі уақыттарда халықтың көбеюіне және азаматтардың талабына орай Қақбатас, Шалқар ауылдары бөлек ауылдық азаматтар жиыны болып ұйымдастырылған. Тәуелбай Өзбекстаннан бұрынғы Бұхара, бүгінгі Навайы облысының солтүстік аймағын алып жатыр. Бұл аймақтың басым бөлігі Қазақ АССР-ның құрамындағы Тамды ауданына қараған. Аудан Тамды, Мұңғылақ, Қарақалпақ болыстары негізінде ұйымдастырылып, 1928 жылы 12 сәуірде өз алдына аудан болып бекітілген. Тамды ревкомы басқару органы әуелі Мұңғылақта орналасқан. Тамды аймағы революцияға дейін Сырдария губерниясына қарап, орталығы Төрткүл қаласы болған. Кейін Қазақ АССР-ның құрамындағы Қарақалпақ автономиялы облысына қараған. 1943 жылы Бұхара облысының құрамына енгізілген. Жүзқұдық ауылында салынған құрылыстар тізімі. Бірінші, колхоз кеңсесі 1963 жылы салынып, қазір балабақша қызметін атқаруда. Екінші, интернат ғимараты 1967 жылы салынған, қазір толық бұзылған. Үшінші, бастауыш мектеп 1963 жылы құрылған, қазір толық бұзылған. Төртінші, үлкен мектеп 1967 жылы салынған, қазір толық бұзылған. Бесінші, балабақшалар ғимараты 1973 жылы салынып, қазіргі уақытта толық бұзылған. Алтыншы, орталық қойма 1964 жылы салынған, қазір толық бұзылған. Жетінші, автогараж 1962 жылы салынған, қазір толық бұзылған. Сегізінші, ескі қырқымжай 1965 жылы салынған, қазір жартылай бұзылған. Тоғызыншы, жаңа қырқымжай 1973 жылы салынған, қазір толық бұзылған. Оныншы, монша ғимараты 1973 жылы салынған, қазіргі уақытта бар.
11. Ауылдық кеңес ғимараты 1973 жылы салынған, қазір толық бұзылған. 12. Құлқұдықтан тартылған электр желісі 1982 жылы іске түскен, қазір толық бұзылған. 13. Жоғарғы кернеулі электр желісі тіке үшқұдықтан тартылған, 1986 жылы іске түсіп, қазір өз міндетін атқарып тұр. 14. Дүкендер 1963 жылы құрылған, қазір толық бұзылған. 15. Үлкен жасыл дүкен 1963 жылы құрылған, қазіргі уақытта бар. 16. Пошта бөлімшесі ғимараты 1985 жылы құрылған, қазіргі уақытта бар. 17. Жазғы клуб 1963 жылы құрылған, қазіргі уақытта бар. 18. Аурухана және телефон станциясы ғимараттары 1963 жылы құрылған, қазіргі уақытта жатақхана есебінде пайдаланыста. 19. Асхана 1973 жылы құрылған, қазір толық бұзылған. 20. Электростанция дизельхана 1965 жылы құрылған, қазіргі уақытта толық бұзылған. 21. 8 отбасылық 4 бетон үй 1987 жылы құрылған, қазіргі уақытта пайдаланыста. 22. Еске алу ескерткіші 1990 жылы Жозғұдық саябағында салынған, қазіргі уақытта бар. 23. Мешіт ғимараты 1997 жылы салынған, қазір теннис шахмат орталығы. 24. Ауылдық дәрігерлік пункті 2011 жылы салынған, қазір қолданыста. 25. Коммерциялық дүкен 2013 жылы салынған, қазір толық бұзылған. 26. Базаржай 2010 жылы салынған, қазір толық бұзылған. 27. Жаңа мектеп ғимараты 2017 жылы салынған, қазір қолданыста. 28. Ұзындығы 1 километрлік асфальт жол 2017 жылы төселген, қазіргі уақытта қолданыста. 29. Ұзындығы 1 километрлік шығылым жол 2021 жылы төселген, қазіргі уақытта қолданыста. 30. Бас жақтағы скважина 2011 жылы іске түскен, қазір қолданыста. 31. Дарбазадағы скважина 2024 жылы қазылған, бірақ іске қосылмаған. 32. Дарбазадағы кесене 2016 жылы салынған, қазір уақытта бар. Жаның мұңнан жығылмасын, жақсылыққа ырымдашын, жақсы жүрген сара жолдан атеш қайда бұрылмасын. Бәрі жақсы сөз ойласын, көңілде сен саз ойнасын. Тар кеуделер онсыз да көп, жақсы адамдар, жақсы адамдар, жақсы адамдар азаймасын. Үміт күттім әппақ таңнан, ару арман от жақтаудан, жамандықтан талай жанда бір жақсы сөз сақтап қалған. Бәрі жақсы сөз ойласын, көңілде сен саз ойнасын. Тар кеуделер онсыз да көп, жақсы адамдар, жақсы адамдар, жақсы адамдар азаймасын.
кешпей ме, сонда жаннан мұң көшпей ме? Жақсы сөзден тарылмайық, тасты жарып гүлдөспей ме? Бәрі жақсы сөз ойласын, көңілде сен саз ойнасын. Тар кеуделер онсыз да көп, жақсы адамдар, жақсы адамдар, жақсы адамдар азаймасын. Бәрі жақсы сөз ойласын, көңілде сен саз ойнасын. Тар кеуделер онсыз да көп, жақсы адамдар, жақсы адамдар, жақсы адамдар азаймасын. Жақсы адамдар